Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қытай елінің кезекті тапсырыс, мынандай үлкен осылай тапсырыс келді. Бұл тапсырыстың ішінде Фантом 3 квадрокоптеріне арналған мынандай бар. Рюкзак келді, қорапшасы. Мына жерден сыра жібердім енді. Ештеңе емес. Маусымы болып қой. Осындай мәшине купертоларға орап, скотчпен орап жібере салған. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, бұл рюкзак DJI Фантом квадрокоптеріне арналған, осындай бір тасып жүруге арналған. Мінекей бұлай ашылады, іштің бәрі осындай. Мінекей мына жерде бауыртын ұстап тұратын, іш жағы мінекей мынандай пенопласттан жасалынған. Мінекей осындай бір рюкзак арқаға асып ұстап жүруге арналған. Мінекей пластиктен жасалған. Қатты мінекей пластигі бір ағын жұқа екен, бірақ енді әрбір тасып жүруге болады шығар. Артқы жағында мінекей арқамызға батпас үшін осындай мінекей жұмсақ осындай бір материал бар. Бұл сумканы тапсырыс берген себебіміз мінекей мынандай DJI Фантом 3 деген квадрокоптерді осы өзінің коробкасында тасып жүрген бізге өте ыңғайсыз болды. Сол үшін осындай сумка арқамызға асып ұстап жүргенге ыңғайлы болсын деп осындай тапсырыс бердік. Бұл сумкалар бізде Қазақстанда жоқ дегенде 30-40 мың тұрады, 50 мың тұратындар бар. Мынаны енді мен Алиэкспресте 31 наурыз күні акция кезінде купонды пайдаланып алған болатын. Өзінің бағасы $48 тұрды, купонмен $42 айналды. Енді бұлай қарасаңыздар есептеп, біздің Қазақстанда бағадан 2 есе арзан болды. Енді қазір нандарын салып көрейік. Қалай тұрады екен. Алдымен мінекей квадрокоптеріміздің өзін салайық. Мінекей батарейка тұратын жағында жақта тұрады екен. Нормально келген сияқты орнына. Және екінші мынау пульті. Пульті бұлай тұрады шығар шамасы. Мына жерге қосымша аккумуляторлар салуға болады. Және мынандай пропеллерлері бар. Пропеллерлердің мына жерге саламыз. Қажет заттардың ішінен мынау зарядкасы болу керек. Зарядкасын ішіндегілерін алып мына жерге салатын шығармыз. Негізі мына Фантом 3-тердің 3 түрі бар. Фантом стандарт, Фантом Advanced және Фантом Professional деген. Негізі мына Advanced пен Professional версиясында мынандай сотканы ұстататын жері мынандай емес, олардікі өзгеше, және мына пульті де кішкене басқаша болады. Енді бұрынғы Фантом 2-ден қалған стандарттар сол бойынша жасалған. Сол үшін де кішкене мына жерде өзінің орнына келмей жатыр, мынаны қоятын болсақ. Сол үшін салатын кезде мінекей басын алып тастап, пультін бөлек саламыз. Мінекей негізі антеннасы, мына ұстағышының бәрі орны келіп тұр. Тек мына басын бөлек аламыз да, мына сотқа ұстайтын ұстағышын бөлек аламыз да. Оны жанында қосымша қоя саламыз. Дәл осылай тұра береді. Жабамыз да. Өстіп кез келген жерде арқамызға салып алып, әрбір тасымалдауға өте ыңғайлы болады. Жүре береміз. Қай жерден алу, бағасы қанша деген сияқты сұрақтарға осы видеоның астындағы сілтемемен өтіп білсеңіздер болады. Назар қойып көргендеріңіз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.